Ассаламағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін таңертеңнен бастап мінекей Қызыл теңіздің оңтүстік жағалауына келіп тұрмыз. Бұл Шарм Аль-Шейх қаласы шағын ғана қала екен. Мына Қызыл теңіздің оңтүстік жағында қара тауларды байқауға болады. Бұл қара таулар Синай таулары екен. Ал енді осы Шарм Аль-Шейх қаласы негізінен тұрғындары 43 мың халқы бар екен. Жалпы бұл Синай аралдарында орналасқан теңіздің жағалауы екен. Жалпы бұл Мысыр елінің мақтанышы деуге болады, өйткені бұл жерде коралловый риф дейді. Кораллды рифтерге байланысты осы жерде ұлттық паркісі орналасқан екен. Осы Шарм Аль-Шейхтан бастап 30 шақырым жерге дейін осы кораллды риф болады екен. Бұл жаңағы Рас Мұхаммед ұлттық паркі екен. Ұлттық қорығына жатады. Сондықтан өте әдемі кораллды жер. Бір жерінде таяз, бір жерінде өте терең жерлерді кездестіруге болады. Ауа райы енді бүгін 37-38 градусты құрап тұр, бірақ теңіздің салқын лебі соғып тұр екен. Жалпы өте тамаша жер. Судың астынан міне тұнық әдемі көрініп тұр. Мінекей, осы коралл екен. Мінекей. Міне коралл әдемі. Осы коралл деген осы екен. Барған сайын бұлар үлкен неше түрлі размерде болады екен. Қасында балықтар көп жүреді екен. Мінекей кораллдар. Мына судың астынан бер жағында кораллдар көрінеді. Ақ кораллдар. Мына жерде күлгін кораллды көріп тұрсыздар мінекей. Судың тұнықтығы соншалықты, ал қасында балықтар, түрлі түсті балықтар келіп айналшықтап жүреді екен. Міне кораллдардың түрі. Ары қарай бұл коралл көбейе береді екен. Міне мына жерден қарасаңыздар қызылы бар, жасыл, ақ түсті. Ары қарай түрлі түсті кораллдарды көруге болады екен. Күннің сәулесі шағылысып, асты бірталайға дейін көрінеді екен. Міне кораллдардың түрі. Былай қарасаңыздар, кораллдар кете берген. Ар жағында топтасып кеткен кораллдарды көруге болады. Бұл коралл деген өзі жылына 1 сантиметр әрең өседі екен. Миллиондаған жылдар өскен кораллдар бар екен, ол ар жағында. Арасында дөңгеленіп келген неше түрлі формаларды көруге болады. Мінекей кораллдар. Керемет көрініс енді. Маған қатты әсер етті. Астына түсіп те көрдім. Маскамен. Керемет көрініс. Ұлы балықтар екен. Қызыл теңізде жүретін. Сондықтан осыдан абай болу керек дейді мінекей. Мінекей Қызыл теңіз көрінісі керемет. Так, міне былай төмен теңіз. Керемет Қызыл теңіздің жағалауы. Шегі жоқ кеткен теңіз екен мінекей. Ана жақтан водолаз жүр. Мына жерде беседкалар демалатын. Мына жерлерде міне Қызыл теңіздің жағалауы.
там несколько тысяч судовых. То есть, чтобы стоит название пройти. Теңіз астына көз жүгіртсеңіз, ертегідей ғажайып әлем ашылады. Түрлі түсті балықтар, күлгін, көк, жасыл, әр қайсысы коралдармен тығыз байланысты өмір сүреді. Балықтар коралдың бөлген затымен қоректенсе, коралдар балықтың арқасында тазарады. Бұл нәзік симбиоз. Мына жерден бастап көкпеңбек болып тұрған жерде терең екен. Егер адам балықты тамақтандырса, жүйе бұзылады. Ал оның соңы балықтың да, коралдың да өлімі. Сондықтан балықты тамақтандыруға және корал рифтерінде жүруге тыйым салынады. Есіңізде болсын, кейбір коралдар өте өткір әрі күйдіріп жібереді. Егер кездейсоқ денеңіз тисе, судан шыққан бойда лимон не сірке суымен жуыңыз. Сонда ауырсыну жеңілдейді. Табиғатты қорғап, осы ғажайып әлемді көздің қарашығындай сақтайық. Мына судың жағасынан жүрген кезде бір 5 метрдей жүресің екен. Бірден мінекей балықтар. Мінекей мына жерде керемет мозаика бар екен. Мозаикадан былай қарай көрсеңіздер, мінекей теңіз обзоры.